Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Қазақ тілі пәнін қашықтықтан оқыту арқылы түсіндіретін боламын. Бөлім: су тіршілік көзі. Сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Мақсаты: негізгі туынды зат есім, сын есім, етістіктерді анықтау, сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістік табу. Бұл сабақта оқушы тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде не туралы айтылғанын түсінеді. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге, түсінікті айтуға, ойын жазбаша жеткізуге дағдыланады. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын сөз таптарын есімізге түсіріп алайық. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз топтарына бөлінетінін біз жақсы білеміз. Өткен 90-дарда біз зат есім, кім, не, кімдер, нелер, сан есім, қанша, неше, нешінші, етістік, не істеді, не қылды, қайтты, сын есім, қандай, қай деген сұрақтарға жауап беріп, құрамына, мағынасына, тұлғасына қарай бөлінетінін оқып білгенбіз. Енді балалар, бүгінгі жаңа тақырыппен жақынырақ танысу үшін мына бейне үзіндіге назар аударыңдар. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі: қызыл, сары, ақ. Көлемі: кіші, үлкен, ұзын. Салмағы: ауыр, жеңіл. Дәмі: ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні: сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын: білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп. Балалар, фильмнің кейіпкерлері Мерей мен Дана. Осы фильмнен Мерей мен Дана туралы не білдік? Мерей ақылды оқушы. Қандай оқушы? Ақылды оқушы. Қандай деген сұраққа жауап бергендіктен бұл сын есім. Ақылды деген сөздің түбірі ақыл. Не? Ақыл, зат есім. Осы зат есімге д жұрнағы жалғану арқылы бұл туынды сын есім болды. Себебі түбірге жұрнақ жалғанып тұр. Ал Дана туралы не білдік? Дананың күшігі әдемі. Күшігі қандай? Әдемі. Әдемі деген сөздің түбірі әдемі. Түбір сөзден жасалғандықтан бұл сын есім негізгі сын есім болады. Олар қандай балалар екен? Олар көңілді достар. Қандай достар? Көңілді достар. Көңілді деген сөздің түбірі көңіл.
д жұрнағы жалғанып тұрғандықтан бұл сын есім туынды сын есім болды. Ал енді осы үш сөзді салыстырып көрейік. Ақылды, көңілді. Бұл сөздерді жұрнақ бар. Сондықтан бұл сын есімдер туынды сын есімдер болады. Ал әдемі деген сөз негізгі сын есім, себебі ол тек қана түбірден жасалған. Сонымен балалар, біз сын есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінетінін білдік. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім дейміз. Мысалы, жақсы, әдемі, кен, суық. Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Мысалы, қысқы, таулы, тағы басқа. Балалар ережені қайталап жаттап алыңдар. Енді балалар, оқулық пен дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерлеріңді ашып, көркем, әдемі жазумен бүгінгі күн ретін жазып қойыңдар. Оқулықтағы 69-шы беттегі бірінші жаттығуға қараймыз. Мұраттың бастауы. Мұқият тыңда. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып, демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпан жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Мәтінді өзің қайталап оқып шық. Мәтіннің ішінде саған қай сөз таныс болмады? Иә, ойпан сөзі. Ойпан дегеніміз төмен, ойлау жер. Енді біліп жүріңдер. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Екінші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Үшінші жаттығу. Берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Мысалы, көк негізгі сын есім. Ары қарай тапсырманы өзің орындап көр. Өзіңді бағала. Бүгінгі негізгі және туынды сын есімге байланысты тапсырмаларды орындау барысында сенің көңіл күйің қандай болды? Бірінші, сабақты өте жақсы түсіндім. Екінші, сабақты орташа түсіндім. Сабақты мүлде түсінбедім деп өзінің көңіл күйінді маған көрсетіп жібер. Үйге тапсырма. Үшінші жаттығу. Оқы және не туралы айтылғанын анықта. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектесті? Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.